Жоқ, мен айтып берем, ұмытып қалбайын деп. Мен сілермен біраздан кейін ұшырашайын. Қомыс туралы сілерге кеп қылып бергім келіп атат. Бізден біріншіден қырғызша жақсы түшінгендер қолыңарды көтеріп келеді. Жақсы түшінгендер, мен ескі тілменен сөйлеймін. Мұрда мені ұққандар, оқығандар, көргендер қолыңарды көтеріп келеді. Рас болды, ешкім жоқ екен. Туғандар бұл қомыз оңайменен емес. Көчмендер орында, қағанаттар аяқтап қалған учурларда қырғыздар жаңыдан көчіп қонып жүріп, отырықташа баштағанда пайда болған қырғыздың ең мықты аспабы. Чынығы мықты қомыз 7 жылда даяр болады. Қомыздың сөңгөгі өзөгі қарағайдан. Қарағайды қиып келіп, екіге бөліп, қойдың қығына гөңгө 3 жылға көм салады. Көм тіштайды, ұнытып қалышады. 3 жыл қойдың боғының арасында чыланып-чылада жатады. Андан кейін жарылған ошол өрікті арча қарағайдың үстіне алып шығып, 1 жыл байлап қойышады. Қарағайдың үстіне, тоғының арасына. 1 жылдың ішінде бұл қырғайттан ичин ойа башташады. Ичин ойғандан кейін қомыстың өзөгі өріктен, қапқағы қарағайдан, сілердің тілменен айтқанда елкадан, қарағайдан жасайды қапқағын. Өрік менен қарағайдың чайыры менен жабыштырғанда бір еле темірде улып бекіп қалады. Азыр чайырды ешкім пайдаланбай қалды. Қарағайдың чайырын сыйырып алып, сағыз қылып чайлаған балдар бар бараңарда. Бар екен азаматтар. Сол не? Ошо чайыр менен чаптайды. Сөңгөгі өрік, қапқағы қарағай. Тепкегі теректен. Бешікті жасағанда қарағай менен теректі іштағанда таққыра жарабайды, жылбайды, бийлебейді, сойлабайды. Зыңқиып тұра береді. Жылып кетпейді. Ошентіп, сөңгөгі өзөгі өрік, қапқағы қарағай, тепкегі терек. Бұросы талдан. Азыр қызым келіп айласы кетті. Сілердің көзіңірше балш түкіріп тұр, бұра әлбай. Бұл бұрда уят болған. Қырғыздар деп үйлеп қойған. Тал көбе түшеді, ауаның деміне. Көп, анан ары-бері қишақтабай, жылбай бекем тартқан бойынша тұрып қалады. Ошентіп, емнеге жетіштік? Сөңгөгі өрік, қапқағы қарағай, тепкегі терек, бұросы тал. Ұңғағы бұл сүт емген улақтың чычаңынан жасайды. Қомызды қанша тартсадағы, үйінді тартылған настройка деп қойып, өзгертмені жылдырбай тұра береді. Илгеркі қомыздар. Қанша тартсаңда бұл қосқалбайды. Уйытып қойған алтындай ол бекем болып. Анан бұқа қылды ішегіден қыл тағады. Қыл тағып тұрып, анан кемірчектен қыл өткөрмесі бұл жердегі. Кішінекет палычка. Кемірчекті қойып, қойды сойып, төш таңтарғанда мындай айға болған кемірчегі болады. Айылдық балдары білет, аны сейіріп тамға чаптап қойып, үйге ақ жол той болсын деп. Мына ошондон жасайды. Анан бұл өрікті дағы жарым жыл чекпейді. Оң толғауы менен бүт чойып тұрып дағы иліп тыштайды. Ошентіп бұл қомыз төрөлгөн бала 7-ге шыққанда ғана араң даяры болады. Боз үйдің төрінде илініп тұрған қомыз түндік ашық болса, ешікте ашып деберсе зың деген үн шығады. Мына ошол қомыздар даярдаған ұсталар тилекке қарсы аяғы сыйылды, жоқ болды. Андай қомыздардың Қырғызстанда өкөсі де қалды. Бiri Дастан Сарыгулов деген ағайындарда, екіншісі музейде тұрады. 18-ші қылымдың 2-ші жарымында бір дағы музыкалық сауаты жоқ, музыкадан түркөй, тупой түшінбеген Страдивари деген өзінің скрипкасын жасаған. Азыр 42 миллион 168-ді жасаған, жоғалып жотырып, бүгін 17-лі өлчөмі қалды. Американ Конгресс кітапханасында сақталып тұрады. Британ музейінде сақталып тұрады, Италияда бар, үшіл 17 ғана экземпляры қалды. Бұларды қадимкідей урдашқан азыр 47 миллион евро тұрады, бір Страдивари. Демек, андан мұрда, ұшы жерде отырған барымыздың аталарымыз, ошол технологияны, ошол ықманы біз тағы өзіміздің деңгелде, қырғыздардың деңгелінде не қылған екенбіз? Өздөштірген екенбіз. Ошол үчүн кимде бирөө бул кыргыздар түркөй.
музыкалык аспаптарды, шым кийгенди, кашык кырмаганды, бычак кескенди кийин эле үйрөндү дегенге томолото чабыш керек, бетине түкүрүш керек. Эч кандай билим албай туруп, мурдагы элдер, Европа өлкөлөрү башка дүйнөдө талап туруп бай болушса, биз өзүбүз мурдагы дүйнөдө эле эң мыкты аспаптарды жасаган экенбиз. Мына, биз ошол элдин урпагыбыз. Биз ошол элдин турбатыбыз. Тилекке каршы ошол технология менен, ошол ыкма менен азыр комуз жасаган адамдар жок. Түшүндүңөрбү? Кимдердин үйүңөрдө комуз илинип турат? Комуз илингендер үйүңөргө барганда кечинде атаңарга, апаңарга, бөбөктөрүңөргө ушундай даярдалат экен. Азыркыча айтканда сквозняка үнү чыгат экен. Мына биз ушундай аспаптын кожоюндары болобуз. Биздин комуздун негизинде гана кийин кыл аспаптары жайыла баштаган, таркай баштаган. Кыргыздар унчукпай туруп атаң өлдү деген, же апаң өлдү деген кабарды комуздун күүсү менен билгизип айтып коюшкан. Кет бука деген аны укканыңар барбы? Кыдыр акенин атасы өлгөндө, баласы өлгөндө, кет бука өлгөндө, арпачы өлгөндө, кирди кабак өлгөндө, келдибек болуш өлгөндө, алар абдан каардуу болуштар болгон экен. Аябай ачуулуу, жини күчтүү эме. Анан даап келип сенин атаң өлдү, жапаң өлдү, же иниң өлдү деп айта алышпай, анан комузчулар комуз чертип отуруп анан кулагына жеткирчүкен. Жанымга шайган турбайбы деп анан ошондон чапса комузду чап, комуз черткен кишиге колу тие албай калганда, кандай каардуу кан болсо дагы, кандай жаман каар болгону дагы, ушу залда отургандын ата бабалары ушуну менен жаман кабарды билгизишкен. Мына жөнөкөй эле аспап эмне деген маалымат алдыңар? Эстеп калдыңарбы? Карагай, өрүк, карагай, тепкеги терек, буросу тал, ичеги сыгыл, инеги улактын чычаңынан жасалат экен. Бул ошол комуздун кылына асыны өлсөң дагы үзүлбөйт. Ушунчалык бекем, ушунчалык үндү сактаган. Ушундай инструменттерди, ушундай аспаптарды түзгөн жөн адамдардын, жөн элдин тукуму эмес экенбиз да. Туурабы? Ушу менен сыймыктанып жүрөлүк. Туруп алды айта берейинби? Отуруп деле айта бересизби? Болбой калат го, туруп алды айта берейин.